Барлығы адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ өзін қалай өзгерту керектігін ешкім ойламайды. Таланттың бізге белгілі бір себеппен берілгеніне сену маңызды, және оны кез келген жағдайда бір нәрсе үшін пайдалану керек. Егер ішкі дауысыңыз сізге сурет сала алмайтыныңызды айтса, мүмкіндігінше көбірек сурет салыңыз, сонда бұл дауыс басылады. Мақсаттың анықтығы барлық жетістіктердің бастауы. Біз не ойласақ, соған айналамыз. Мен жағдайлардың құрбаны емеспін, мен өз шешімдерімнің нәтижесімін. Ағаш отырғыздың ең жақсы уақыты 20 жыл бұрын болған, келесі қолайлы сәт бүгін. Барлық балалар суретшілер, мәселе сіз өскенде суретші болып қалуыңызда. Мені әрекет етудің маңыздылығы таң қалдырады. Тек білу жеткіліксіз, білімді пайдалану керек. Бір нәрсені қалау жеткіліксіз, оны істеу керек. Ақша дегеніміз не? Таңертең тұрып, кешке ұйықтап, үзіліс кезінде өзіне ұнайтын ісімен айналысатын адам табысты болады. Мен сынақтан құламадым, мен тек оны қате жазудың 100 әдісін таптым. Егер сіз санаңызда мойындамасаңыз, жеңіліс емес. Сәтсіздік бұл қайта бастау мүмкіндігі, бірақ алдыңғыдан ақылдырақ. Мен сенімдімін, сіз өзіңізді болмайды деген бейшара сөзбен тоқтатуға жол бере алмайсыз. Ешқашан жаңа нәрсені істемейтін адам ғана қателеспейді. Сіз неге сенсеңіз, соған айналасыз. Бақыт әрқашан өзіңіз қалаған нәрсені істеуде емес, әрқашан істеп жатқаныңызды қалауда. Мен зерігуден гөрі құмарлықтан өлгенім артық. Сіз ең жылдан 3 жағдайда үйренесіз. 7 жасқа дейін тренингтерде және өмір сізді бұрышқа тақағанда. Адамдар сенің айтқаныңды ұмытады, істегеніңді ұмытады, бірақ сен оларға қалай әсер еткеніңді ешқашан ұмытпайды. Біздің сана бұл бәрі, сіз өзіңіз ойлаған нәрсеге айналасыз. Егер сіз кеме жасағыңыз келсе, адамдарды шақырудың, жоспарлаудың, жұмысты бөлудің, құралдарды алудың қажеті жоқ. Адамдарға шексіз теңізге деген құштарлықты жұқтыру керек. Содан кейін олар кемені өздері жасайды. Ешқашан сіз бәрін білемін деп ойламаңыз. Олар сізді қаншалықты жоғары бағаласа да, әрдайым өзіңізге мен наданмын деп айтуға батыл болыңыз. Қаншалықты жай жүргенің маңызды емес, қанша тоқтамай жүргенің маңызды. Егер сіз өмірде бәрі бар екенін ойласаңыз, сізде әрқашан көбірек болады. Егер сіз жеткіліксіз деп ойласаңыз, сізге ешқашан жетпейді. Үлкен ойларыңызды тезірек үлкен әрекетке айналдырыңыз. Жалған сылтаулар сізді баялатуына жол бермеңіз. Ақталу қорқыныштың белгілері. Адамдарға жетекшілік ету үшін олардың соңынан ері.
Жетістікке жете алмау кейде үлкен жетістік екенін есте сақтаңыз. Әрқашан ең қиын жолды таңда, ол жолда бәсекелестерді кездестірмейсің. Бір орындалған өнімді тапсырма 50 жартылай дайын тапсырмаға тең. Біздің өміріміз шынымен маңызды нәрселер туралы сөйлесуді тоқтатқан кезде аяқтала бастайды. Қиындық жалғыз келмейді, сәттілік те қосыла келеді. Әрбір ой қамыр сияқты. Оны жеткілікті елесеңіз, сіз одан бәрін жасайсыз. Қай жерде болсаңыз да қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Барыңызды пайдаланыңыз. Есіңізде болсын, сіздің келісіміңізсіз ешкім сізді төмен сездіре алдырмайды. Дүние екі тапқа бөлінеді. Біреулер сенбейтінді нәрсеге сенеді, басқалар мүмкін емес нәрсені жасайды. Өмірдегі жалғыз бақыт үнемі алға ұмтылу. Ең күшті емес, өзгерісті қабылдай алатын аман қалады. Сіз өзіңіздің генетикаңыз нашар, метаболизміңіз нашар деп айта аласыз, немесе жай ғана диваннан өзіңізді көтеріп, өзіңізбен жұмыс істеп мақсат қойып, өзіңізге сенуге болады. Бұл жағдайда сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Ешқашан құламау өмірдегі ең үлкен сый емес, ең бастысы әр уақытта тұру. Мәселе маған кім рұқсат беретінінде емес, кім тыйым сала алатынында. Бүкіл әлем сізге қарсы болып көрінгенде, ұшақ жермен емес, оған қарсы ұшатынын еске түсіріңіз. Өмір онда қанша жыл барымен өлшенбейді, осы жылдардағы нақты өмірдің қанша жылы барымен өлшенеді. Әлемге пайда әкелу бақытты болудың жалғыз жолы. Не пайдалы нәрсе жасаңыз, не жазуға тұрарлық нәрсе жасаңыз. Бірден бір нәрсені жақсы істеудің бірден бір жолы өз ісіңді жақсы көру. Ақылды адам тек өзінен ғана талап етеді, ал елеусіз адам басқадан бәрін талап етеді. Дүниені ойдың билейтінін білгендер ұлы адамдар. Жетістік баспалдағымен көтерілмес бұрын, оның сізге қажет ғимараттың қабырғасына сүйеніп тұрғанын көз жеткізіңіз. Әрбір сәтті бастаманың түбінде бір рет қабылданған батыл шешім жатыр.